Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Дүние жүзі жаңалықтары, соның ішінде Қазақстан жаңалықтарын алғашқылардың қатарына біле отырғыңыз келсе, видеоролик астындағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуіңізді сұранамыз. Ал ендеше бастадым. Медеудегі өрт, қаза болған Арслан Құрманбековтың отбасына қандай көмек көрсетілетіні белгілі болды. Заңға сәйкес қаза тапқан өрт сөндірушінің мұрагерлеріне оның 60 айлық ақшалай қаражатын 5 жылға шамамен 13 миллион теңге мөлшерінде бір жылға өтемақы төленетін болды. Сонымен қатар жерлеуге жұмсалған шығындарға 600 мың теңге көлемінде өтемақы төленетін болды. Жерлеу бойынша барлық шығындарды Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті ұйымдастырды делінген ведомство хабарламасында. Министрлік президент әкімшілігіне мемлекеттік наградар мен марапаттау туралы ұсыныс енгізілді. Сонымен қатар Алматы қаласы әкімдігінің атынан Арслан Құрманбековтың анасына пәтер бөлу мүмкіндігіне қарастыру туралы өтініш жолданды. Алматы қаласында ТЖД өзге де қосымша көмек көрсету мәселелері пысықталуда екенін хабарлады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.